Mercedes'ten бастайықшы. Mercedes дөңгейіп тұр деймін бе? Шекшиіп тұр. Былай сыртынан қарағанда қазір көреміз қалай екенін. Так, қазір есігін ашып жатыр. Көрсетіп жіберейік ішінде салонында. Жағдайы болса. Салонның іші. Қожымане? Сібер таптыза. Терезесі панорама. Ашылады, жабылады да. Полный электропакет, кондиционер дейді, бәрі жасап тұр дейді. Так, енді бағасын көрейік. Бағасы 3 миллион 900 мың теңге. 96 жылғы 2.8 объемы, автомат телефон нөмір жазылып тұр. Саған хабарласып білуге болады, саудаласуға болады дейді. Білуге айтшы бірдеме? Білмеймін. Mitsubishi алды дейді. Не машина? Компакт машина Mitsubishi деген. Аржан фамилиясын білмеймін, аты Mitsubishi. Осы Mitsubishi жайкүйі. Mitsubishi Spike Runner дей ма? Деді, солай деп жазылып тұралдым. Солай оқыдым. Дұрыс емес болса, дұрыстап жібересіздер айтып. Қалай екен? 2 десем. Түсінесіңдер ма десем, 2 десем түсінесіңдер ма? 2 десем түсінесің бе дейді, ал 2 дейді білуге. Түсініп көріңдер. 2 деген көрейік, нені айтып тұр екен 2 деп. 2 деп 2 миллион деген айтып тұр екен. 94 жылы 1.8 объем. Так, телефон нөмірі жазылып тұр. Осы нөмірге хабарласып саудалассаңыздар болады ғой. Бүлекеңнің көзі қызылға түсіп жатыр. Не дейді? Қып-қызыл екен, әдемі қызыл екен, е? Так, бұл Kia. Kia. Ал дейді Бүлеке, айтып жүрсіз. Білмеймін, арзан да емес, қымбат та емес. Жоқ, арзан қымбат демей ақ қой, просто ана нелерін айтып жүрсіз. Енді түрі жақсы. Двигатель 1.6. Механика. Механика, я. Кондиционер, сигнализация дейді. 2 миллион 500 мың теңге. 98 дейді. Kia шума дейді. Двигатель 1.6 дейді. Цветі күшті екен. Цветі күшті бірақ, я. Ларгус көрсіп кетейік. Ларгус не дейсің? Газ білейік не дейтін? Мен білем, Ларгус. Машина қызылып қарап жатыр, арылдатып. Ларгус. 43.700 жүрілген 12-ші жылғы. 12-ші жылғы ма? Жоқ. Не деп тұрмын? 12-ші жылғы деп тұрмын? 1.6 дейді, механика дейді. 2 миллион 800 мың дейді, телефон нөмір жазып. Жаңа 12-ші жылғы деген дұрыс жазылған сияқты. Істеп қойған? 1200. Жағдайы осы. Қай жылғы бұл? Жағдайы осы. Ларгус. Нива сұрайтындар бар еді ғой сенде? Иә. Нива міне. Білген комментарийдің бәрін оқып отырып, ерінбей. 2 миллион 100 мың. 2006 жылғы 2 миллион 100 мың. Телефон нөмір жазылмаған екен. Объем 1.7 дейді. Налоги төленгенде жазып қойған, телефон нөмірін жазбаған. Ниваның дөңгелегі, новый дөңгелегі екен. Окей. Жағдайы осы. Так, қазір телефон айтса сұрап көрейік. Телефон қалай? Телефон жазылмаған. Ал телефонды айтқысы келмейді. Қызық болса, қызықтырса, қабылдасаңыздар дейді. Қайда қабылдасады білмеймін ал. Ал Renault-ны кәдімгідей істеп тастаған екен де, әдемілеп тастаған да, бірдеме істеп тастаған да. Қызық болып тұр. Жағдайын көрсетіп алайықшы, қазір сосын бағасын көрсетеміз. Renault. Бағасын мен қарай берейін. Бағасын сен қарап айта бер, Бүлеке. Так, год выпуска 2015. Қалай? 2015 жылғы. Двигатель 1.6, автомат. Бағасы 3.7. 3 миллион 700 мың дейді. Телефон анықтап көрсетіп берді. 3 миллион 700-ге, енді өздеріңіз қарайсыздар. Сенің негізі қандай адамдарың бар ғой, клиенттерің, мана көрермендерің. Біресе қымбат түсір дейді, біресе арзанда түсір дейді. Қайсысын түсірер білмеймін. Орташасын түсіре берейік та енді. Бәрін де түсіре берейік, сосын өзі керек адам қарап алады ғой. Дұрыс айтам ба Бүлекең, ал көрермендер жазып жіберіңіздер. Мына не машина? Toyota не дейді? Аты не? Аты Toyota, фамилиясы кім? Яркет дей ма? Ярет дей ма, не алды? Ярус шығар. Жоқ. Ярс дей ма? Toyota Ярс дейді. 2010 жылғы дейді, автомат дейді. Неге қымбат? 121 мың километр жүрген. Бағасы 4 миллион 900 мың дейді. Қымбат па, арзан ба оны көрермендер өздері айта жатар. Сізде көрсетіп, бағасын көрсетіп шығайық. Томпиған, компакт. Томпиған екен, негізі томпиған екен бұлай. Жақсы екен несі? Ал осы Lexustарға жарты, Lexustар жақсы машина. Қанша ескі болса да бұлар жақсы енді. Так, не дейді, Бүлеке?
Бағасы Lexus. жақсы екен. 2003 жылғы автомат дейді, 6 миллион 200 мың дейді. Салон түсіп кетті дейді. Пробег 444 мың дейді, дұрыс па? Салон деген енді Кожаный ма? жалпы тұр екен, жақсы екен. Салоны қара кожа дейді. Тағы не айырмашылық бар? Ау? Қара кожа болған үшін бағасы кішкене не бола ма, жоғары бола ма басқадан? Ал қара кожа дейді. Мысалы, кейбір шарқақ болып тұрады, кейбір сап-сары болып тұрады, мына жерде жаман. Қара басқаша ашып тұратын болып тұр. Қара салонымен ерекшелігі дейді бұл. Менің Lexustың. Кір көтереді дейді. Ал бағасы не керек? Мінекей. Ішін тағы көрсетіп жіберейінші, салон көп мақтап жатыр. Салон жақсы енді. Бұл Lexustардың жарықтығы жақсы машиналар ғой. Қанша ескі болса да. Ол жерде қандай еді? Уақыт жүйек те? Мотор жағында ештеңе жоқ. Ходовой. Ал осы саудаласып көріп білесіздер, мана телефон нөмірге. Номерсті көріп кетеміз бе? Көріп кетейікші. Что-то бағасы арзандау шығар. Қазір көрейік. Бұрынғы Мерседестер ғой, бағасы. Так, S320 дейді Мерседес. Қырғыз екен. Қырғыз нөмірі бар ма деп біреу сұрап еді, мінекей қырғыз нөмірімен Мерседес тұр. Қазір білейік. Қайырлығы қанша екен? 2003 жыл екен. Объем 3.2 автомат. Кожный салон дейді. 2 миллион 300 мың. Сүруге бағасы бар дейді. Келсеміз деп тұр. Телефон нөмір жазылып тұр. Осы бұл Мерседестің жайы. Не мынау аты? 14 пе 15 пе дейді. 14 пе да? 14 болу керек алдынша распасам деп қойын. Бағасын біліп жіберейік енді. 2010 жылғы объем 1.5 механика. 1 миллион 400 мың. 14 қой аға? Жоқ, машинам 14 қой машина, да? 14 ма? Білмейді құлағада. Машинам тек мен шыға десем білмейтін. Басқадан да білмейтін салоны. Осы. Бүлеке мына қызыл машинаға қарай кеткен сияқты. Қай қызылда қарай деп кетсің, Бүлеке? Ана қызылды, мына қызылды. Білмеймін. Мынау Audi. Раң бағасы жоқ екен. Қайсыны көрдің? Раң бағасы жоқ. Мороженый бәрін сатып жүр, жағдайын бәрі жасалған ғой дейді. Бағасы жазылмаған да? Мынаны көрсетші. Audi дейді. Бағасы жазылып тұрғанда алда Audi. Audi S4 дейді. Audi S4 дейді. 93 жылға 2 миллион 500 мың. Механика объемы 2.6. Мынау қызыл сенікі ма? Ештеңе жазылмаған екен ақпарат. 2.2 бағасы ма? 2013 жылғы 1.6 механика ғой. 2013 жылғы объем 1.6 механика дейді. Так. Пробег. Пробег 300 мың? Пробег 300 мың дейді. Мінекей салоны. Осы? Так. Пробег өстіп кетейін бе сыртынан? Саған хабарласып кетсеңіздер болады. Орыс екен ғой да? Орысты аударамыз өзін? Аударылады ғой. Аударылады дейді ал. Осы жағдай. Одобрение келіп тұр. Одобрение келіп тұр. Одобрение келіп тұр дейді. Аударуға тиын болмай тұр дейді. Сосын сатып жіберіп, сатып алған адам өзі ауыстырып алсын дейді. Осы. Мынау біздің каналдың атақты қалай еді? Nissan Kefiro-сы. Шынаты Zephyro. Біздер кезінде Kefiro деп шатастырып осыны. Жақсы бір дискуссия болған біздің комментарийде. Ал міне Nissan Zephyro дейді бұл. Қазір білеміз, есі қасында тұр. Айтыңызшы ал жағдайы қалай машинаның? Жағдайы привозной, мотор коробкасымен бірге, газ бензин. Оң жағында екен де, рульде. Чисті японец болса солай бар ма? Чисті японы дейді ол. Мынау моторында мінетті жүре бере ме? Мотор коробка привозной. Газ бензин. Газ бензин дейді. Привозной? Привозной деген қалай? Ауыстырылған ба? Иә. Ауыстырып салдыңыз ба? Моторын ауыстырған ғой яғни. Басқа ходовка жағында әңгіме жоқ па? Осы мінекей жағдай. Нөмірін көрсетіп бұңға. Телефон нөмірін көрсетіп жіберейін. Мінекей 95 жылғы газ бензин. Телефон нөмір жазып тұр. 2 миллион 600 мың деп тұр. Сан қалалсастыр. Қасында тұрған Nissan Primera онда көрсетіп кетейік. Былай қарасаң, жағдай жақсы сияқты ғой. Краска өзінікі ма? Родной ма? Бізді жылдырап тұр. Ламперінде ғана. Қайсы артқы ламперінің жерлері ма? Артқа жүрген ағашқа соғып алған да болған. Мына жердің кішкене соғып алғаным бар дейді. Шымкенттен келіп түсің бе?
жақта тіркеу болыпты. Жағдайы жақсы дейді. Бұл да оң жағында екен. Рулда. Так, 98 жылғы Nissan P11 дейді ол. Объемы 2, коробкасы автомат, 2 миллион 300 мың теңге. Телефон жазып тұр. Басқа не айтасың мешенге? Бәрі жақсы, мотор жақсы, май жемейді. Май жемейді дейді. Мотор жақсы, коробкасы жақсы дейді. Міне оятта кете береді дейсің. Ал мінекей осы. Телефон көрсеттім, қаласа болады. Мынау машинаның бет-аузын кішкене бояп жібер. Мынау алдындағы машина емес пе? Мына жерінен байқап қалдың? Жоқ, осындай салып қоятын болып тұр. Мына жерінен бірақ ол басқа сияқты. Басқа машина. Бет-аузын бояу керек екен дейсің бе? Иә, кішкене. Краска керек па? Косметика жасау Салонға керек. апару керек па? Салонға апар. Бұл Мазданың жағдайы осы қазір. Бағасын көріңіз, бағасы енді өте төмен баға, базардағы ең арзан баға осы сияқты. Сурет шығар одан да. Одан да түсіру мүмкін. Жылын жазып алыпты, 1,6 дейді, механика. Ұялып тұрған шығар. 600 мың дейді. Жылын жазып ұялып тұрған шығар. Қаншаға бересің бала? Қаншаға береді? Қаншаға береді? Қаншаға береді? Базарда ең арзан баға осы сияқты. 600 мың дегенсің қызық үшін не айтқан? 550-ге? Ал даже 550-ге берем дейді. 500-ге де безіп береді осыны. Сен бояу керек екен, косметика жасау керек екен, салонға апару керек екен. Экономичный дейді, ауылдың ішінде айдауға жақсы дейсің, да? Ал, осы саудалассаңыздар түсіреді, мана нөмірді беріп көрсеттім. Мына қасында Nexia тұр. Мен қасында айналып кете береді. Мен айналып кете бересіңдер дейді ал. Дұрыстап түсірейікші, мен сейчас өтіп кетсін ал. Nexia. Қай жылғы айта бер? 2014 родной краска, 2014 родной краска, родной бампер. Сосын моторын ашып қойсын, моторын көрсетіп қойсын. Телевизор заводской тұр, капот заводской. Ал, бәрі заводской дейді, май грамм татпайды дейді ал. 8708 942 8097 Бауыржан. Телефон нөмірі осы айтты ал. Каспий бәрі осында. Соны салып жібере бере ма? Ана жақта күшті концерт болады ана. Не болады ол? Жағдай идеал. Жағдай идеальный дейді. Сенімді болып тұр ғой. Полный комплектация. Полный комплектация, жағдай идеал дейді. Ал ішін көрсетіп жіберейік. Идеал болса ішінде идеал шығар. Мә, жоқ қойыпсың ғой. Қуан авто. Ал полный комплекте жағдай идеал дейді. Ішін көрсетейік сондықтан. Салон. Айда? Каспийді? Пробег 200 мың дейді. Ал мақтауын жеткізіп отыр. Хабарлассаңыздар болады. Енді уверенный болғасын мақтауын айтады ғой. Уверенный болмаса өйтіп. Мына жақта не болып отыр? Сатып тұрмағанша қанша болған. Олик. Таза екен, тап-таза екен. Молодец. Артында бір ашып көрсеткен. Жақсы екен. Мотор тартқыза, май жоқ ешқандай. Қадовка. Топ, сурет, видео Сынап тұр ма? адамға скидка сіздерді. Мана WhatsApp-қа хабарласса, иә. WhatsApp Бәрін көрсетеді.